Бүгін басымнан нендей жайттар өтпеді дейсіз. Абақтыға қамалдым, арманымдағы қыздан айырылдым, сосын оңбай таяқ жедім. Жасырып қайтем, дегенмен жағдайым одан бетер мүшкіл болар еді. Иә, бұл мен ғой. Өз ажалыма қарай ұмтылып барам. Бұдан асқан өкініш бар ма? Мұндайға қалай тап болдым? Шыны керек, құруйтыным о баста, белгілі болған, әуел баста. Иә, бұл мен. Балалық шағым әдеттегідей өтті. Алайда, үйдегі жағдай мәз емес еді. Шынымен солай еді. Дүниеге келгеніме 8 күн болса да, ата-анаммен бірге тұрып жаттым. Бұл қалай болғаны? Менің алға жылжуым керек болды. Мынау сенің күтішің, саған бас көз болады. Ал мынау емізігің, сенің ендігі тағдырың. Мені қандай тағдыр күтіп тұрғанын естімей қалдым. Маған сол қызық деді. Мен алда не күтіп тұр екен? Содан мен өз тағдырымды іздеуге аттандым. Глапангтан квадрантпен шыққан бала да өз тағдырын іздеуге аттанды. Мен сол күні Кербез мырзамен таныстым. Содан соң біздің тартысты бәсекеміз басталды. Біз бәсекелес болдық. Мүмкін маған осындай тағдыр жазылған шығар. Сән салтанатты өмір сүру. Әй қайдам! Тағдыр маған емес, өзгеге жылы қабақ танытқан сияқты. Жарайды, қысқасы, мені басқа тағдыр күтіп тұрыпты. Ол әккі қылмыскерлерге арналған абақты екен. О, балақай, неткен керемет сый. Иә, бұны көрген бойда бірден сен ойладым. Абырой болғанда мен де өзіме жайлы орын тауып алдым. Мұнан алып қаламыз ба? Маған ол жақта жақсы мен жаманды айыруды үйретті. Ал Кербез мырза болса, бірден көл-көсір байлықтың ортасына күмп ете түсті. Баламыз ұшалады екен. Иә, сенен аяғанымызды итшесін қымбаттым. Иә, ол ұшалатын жол болғыш бала болатын. Шашы да қайрат деді. Ал менің одан да керемет артықшылығым болды. Менің ақылым көп еді. Мен бір нәрсені бұзып, қайта құрастырудан алдыма жан салмайтын. Бірер жылдан кейін үлгілі тәртібім үшін мерзімімді қысқартқан соң, білім алу арқылы өз-өзімді дамытатын бір түрлі жерге бардым. Ол жердің аты мектеп еді. Ол жерде де Кербез мырзамен ұшырасып қалдым. Ол өзінің маңайына жақтаушыларын жинап үлгерген екен. Ол балалардың қошеметіне бойындағы өнерімен түрлі тәттілердің арқасында ие болған еді. Мен де өзімнің тіске басарымды ойлап тауып, мына ақымақтарды аузыма қаратайын деп ойладым. Жарықты сөндірем. Мен бұл жолғы сабақты миыма жақсылап құйып алдым. Жақсылық жасағандарға марапат пен мақтау бұйырса, жамандық жасаушыларға бәрі қырын қарайды екен. Маған